Сәлем, достар! Бүгін біз әлемдегі ең танымал, ең мейірімді кейіпкерлердің бірі туралы сөйлесеміз. Ол Микки Маус. Көпшілігіміз үшін Микки күлімдеген жүз, ашық түстер, балаларға арналған көңілді мультфильм. Бірақ неге кейбір адамдар оның ескі мультфильмдерін көргенде іштерін бір түрлі мазасыздық басатынын айтады? Ең алдымен, ескі анимация стилі. 1940 жылдардағы Микки Маус мультфильмдерінде кейіпкерлердің қозғалысы тым созылыңқы, денелері резеңке сияқты иіледі, ал бет әлпеті кейде шынайы емес көрінеді. Бұл House Animation бала санасына бөтен әсер қалдырады. Кейіпкерлердің көздеріне назар аударсаң, олар жиі жыпылықтамай, ұзақ қарап тұрады, ал күлкісі кейде қуаныштан гөрі мәжбүрлі сияқты естіледі. Бұл бейсана түрде бірдеңе дұрыс емес деген сезім тудырады. Музыкасы да ерекше. Ескі Микки Маус мультфильмдерінде музыка тоқтамай ойнайды. Кейде ол тым жылдам, кейде кенет баяулап, мазасыз ырғаққа ауысады. Тыныштықтың жоқтығы көрерменді шаршатады. Тағы бір себеп кейіпкерлердің ауыр жарақат алуы, бірақ оны қалыпты жағдайдай көрсетуі. Микки, Дональд немесе Плуто жаншылып қалуы, созылып кетуі, бөлшектеніп қайта жиналуы мүмкін. Бала үшін бұл дененің бұзылуы, бірақ оған ешкім мән бермейді. Кейбір серияларда Микки мен басқа кейіпкерлер кенет агрессивті болып кетеді. Олар ашуланады, айқайлайды, тіпті бір-біріне зиян келтіреді. Бұл мінездің тез өзгеруі балаға сенімсіздік сезімін береді. Тағы бір жасырын фактор – мәжбүрлі көңілділік. Барлығы күлуі керек сияқты. Қандай жағдай болса да ән айтып, билеу жалғаса береді. Ал шынайы өмірде бұл қауіптің белгісі ретінде қабылдануы мүмкін. Ересек кезде қайта қарасақ, Микки Маустың кейбір ескі мультфильмдері нағыз кілтпасты атмосферасына ұқсайды. Әсіресе қара ақ түсті, баяу қайталанатын сахналар. Қорытындылай келе, Микки Маус тек көңілді символ ғана емес, оның ескі мультфильмдерінде мазасыз қозғалыс, бөтен музыка және жасырын үрей бар. Сол себепті ол кей адамдар үшін Диснейдің ең бір түрлі әрі қорқынышты кейіпкерлерінің бірі болып қалған. Ал сен қалай ойлайсың? Микки Маус саған әрдайым көңілді болып көрінді ме, әлде кей сәттерде қорқынышты сезім тудырды ма?